Қайырлы күн достар, қалдарыңыз қалай? Сіздермен Ұлданай. Осы видеомда вермишель тамағын қалай осындай әдемі шашыратып тұрып жасау керегін мен сіздермен бөлісетін боламын. Видеоның соңына дейін қараңыздар, менімен бірге болыңыздар. Тіркелмеген болсаңыз тіркеліп лайк басуды ұмытпаңыздар. Ал мен бастаймын. Бізге керегі кез келген еттің түрі. Мен осылай тауық етін алдым. Жақсылап бөлшектеп, осы қабығын, сыртқы терісін сыпырып алып тастадым. Оның бізге қажеті жоқ. Осылай тазалап аласыздар. Тазалап алғаннан кейін еттеріңізді осылай майда бөліктерге бөліп турап алатын боласыздар. Ең алдымен осы қазанымызды қыздырып, жақсылап майымызды қыздырып болғаннан кейін етімізді салып қызарғанша әдемілеп қуырып алатын боламыз. Достар, бұл вермишель тамағының көп адамдар жабыстырып, өте дәмсіз қылып пісіреді екен. Мен көп байқадым. Сол себепті осы видеоны сіздермен бөлісейін дедім. Менің осы вермишель тамағын жасағандағы ерекшелігі мүлдем жабыспайды. Әдемі шашырап тұратын болады. Палау тамағы бар ғой, сол сияқты күріш шашырап тұрғандай, дәл осы тамақта вермишель макаронымыз шашырап тұрады, мүлдем жабыспайтын болады. Пияздымызды алып, осылай тағы да әдемілеп тураймыз да, қазанымызға етімізбен бірге қосып, араластырып, оны да жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Бізге одан кейін керегі кез келген көкөніс түрін пайдалансаңыз болады. Мен осы болгарский перец қостым, сәбіз және картошканы қосатын боламын. Осылай майдалап, өзіңізге ыңғайлы қылып турап аласыз. Әдемілеп. Келесі кезекте сәбізімізді осындай жіңішке қылып ұзына бойы тураймыз да, ортасынан майда бөліктерге бөліп, бұны да соломка сияқты осылай жіңішке етіп турап алатын боламыз. Жіңішке қыла беріңіз, қатты қалың қылып турамаңыз. Одан кейін бізде картоп, осы картопымызды да осылай 4-5 бөлікке бөліп, қатты қалың қылмаңыз, картошка пісу қиындап кетеді, себебі бізде вермишель өте тез пісетін болады. Қазанымыз қызып, етіміз бен пиязымыз қуырылып тұр. Оның үстіне жаңағы тураған барлық заттарымызды салып, бұны да жақсылап қуырып алатын боламыз. Дәміне қарай тұзымызды саламыз. Дәмдеушімізді саламыз. Кез келген дәмдеуіш түрін салсаңыз болады. Осындай кішкентай қазанымызды алып, оның үстіне үйіңізде қаншадан бар, соған ыңғайлап вермишелімізді салып алатын боламыз. Осы қазанның астына май құйсаңыз да болады, құймасаңыз да болады. Мен осы жерде құйған жоқпын. Газге қойып, қызып тұрған осы отымызға қойып, жақсылап қызарғанша қуырып алатын боламыз. Енді қазанымыздағы заттарымыз әдемілеп қуырылды. Үстіне суымызды құямыз. Қайнағаннан кейін астын басып, шамалы бір 10-15 минутқа қалдырасыз. Ал бізде мына жақта вермишеліміз осылай қуырылып жатады. Осылай қып-қызыл әдем болып қуырылғанша қуырып алыңыз. Қайнап тұрған суымызға қазанымызда қосып, вермишелімізді салып, жан-жағын әдемілеп, жайып, қасықпен немесе кекпірдің көмегімен осылай жасап алатын боласыздар. Бір бұрқ етіп қайнағаннан кейін қазаныңыздың қақпағын жауып, астын жай басып қоясыздар. Болды, 15-20 минут тұрады. Картошкаңыз да піседі, вермишеліңіз де піседі. Бұл тамақ өте тез дайын болады. 40 минуттың ішінде дайындап жасап көруге болады. Сіздерге кеңес беремін. Міне қараңыздар, қандай әдемі шашырап тұратын, ыстық, өте дәмді, тез дайындалатын тамақ дайын болды. Міне көрдіңіздер ғой, мүлдем жабыспайды, шашырап тұрады. Сіздермен болған Ұлданай, міндетті түрде жасап көріңіздер. Тіркелуді ұмытпаңыздар. Сау болыңыздар.